Ал егер ағылшын тілін оқу үшін өнер керек болмаса, не қажет? Ағылшын тілін оқу үшін ең басы іштегі қалау болу керек. Иә, мен ағылшынша сөйлегім келеді дегендей ішкі істен армандарыңыз болу керек. Ең бірінші арман және қалауларыңыз. Сол арманды біз аламыз да мақсатқа айландырамыз. Мысалға, бір жылдан кейін мен бір бастапқы деңгейден жоғары деңгейде сөйлегім келеді. Мысалы А2, содан кейін мен 2 жылдан кейін орташа деңгейде сөйлегім келеді. 3 жылдан кейін жоғарғы орташа деңгейде сөйлегім келеді деген мақсаттар қоямыз. Арманды мақсатқа айландырамыз. Ол мақсатқа жету үшін біз жоспар құрамыз. Иә, мен онда А2 деңгейге жету үшін, мен бастапқы деңгейге жету үшін, мен сол туралы кітаптар сатып алу керекпін, сол туралы видео уроктар сатып алу керекпін, және де мысалға мұғалімдермен жұмыс істеу керекпін. Содан кейін үшінші сіздерге керек нәрсе ол тәртіп. Осы жоспардан таймау үшін, әрқашанда күнделікті істеу үшін сіздерге тәртіп қажет. Сондықтан сіздерге ағылшын тілінде сөйлеу үшін осы үш нәрсе қажет екен. Арман, мақсат, жоспар және де тәртіп. 4 нәрсе болып кетті.